Бисмиллах, альхамдулиллах, уассалату вассаламу аля расулиллах. Барша мақтау Раббымыз Аллахқа болсын. Аллахтың игілігі мен сәлемі сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедке болсын, және оның соңынан сүннетін сүйе отырып ерген барша үмбетке болсын. Бауырлар, енді бүгін өздеріңізбен осы бір басқосуды пайдалана отырып, бірнеше тақырыпты әңгіме қозғауды дұрыс көріп отырмыз. Бірінші тақырып өте маңызды тақырып, сонымен адамның мұсылманшылығы жаңағы толық болатын тақырыбы, ол осы ла илаха иллаллах сөзін түсіну. Яғни көп жерде енді біз оны таухид деп те түсіндіріп жүрміз. Одан кейін екінші және бір тақырып, екінші басқа да тақырыптар, үшінші, төртінші қозғайын деп отырған тақырыптарымыз қоғамда қатты бір осы талқыға салынып, оның төңірегінде кейбір түсінбеушіліктерге келіп, ол сол бір олқылықтарды туғызып отырған тақырыптар, ол мынау джихад тақырыбы. Одан кейін такфир деп қоямыз, біреуді діннен шығарып жіберу күфірге тақырыптары. Одан кейін мынау және де соңғы кезде көрініс бере бастаған өзін өзі өлтіру жаңағы тақырыптары. Одан кейін және де осы жаңа бір тақырыпты қозғап кетуіміз дұрыс көріп отырмыз. Ол халық арасындағы мына дәстүрлерге шариғаттың көзқарасы, мұсылман адам онымен қалай қарым-қатынаста болу керектігіне байланысты. Енді бірінші тақырып, ол ла илаха иллаллах сөзінің мағынасын түсінуіне осыған бір көңіл бұрып қояйық. Бұл өте маңызды. Аллах Тағала Құранда айтады: "Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах". Фа'лам, яғни түбірі илімнен шығып отыр, ілімін біл, ла илаха иллаллах деген сөздің ілімін біл деп отыр. Яғни оны айта қою, ол әлі толық болып есептелінбейді екен. Оны айтқаннан кейін оны ілімін білу керек, оны жүрекпен сену керек, оны аузыңмен айту керексің, одан соған сәйкес амалдарды жасауымыз керекті болып қалады екен. Бұл өте маңызды сөз. Бұл шынымен де сонау Аллах Тағала бізді жаратқандағы жаңағы негіздің өзі осыған келіп тіреледі екен. Аллах Құранда айтады: "Уама халақтул джинна вал инса илля лиябудун". Мен жындар мен адамдарды тек қана ғибадат үшін жараттым дейді. Осы ғибадат жаңағы сөзін мысалы Абдулла ибн Аббас, Алла ол кісіден разы болсын, пайғамбарымыздың сүйікті сахабалары, және тәпсірлі осы кісіден көп тараған, пайғамбарымыздың осы Құраннан осыған Аллах Тағала тәпсірін үйретсін деп бата беріп кеткен кісі айтады: "Күллу ма варада фил Құран минал ибада фа ма'наха ат-таухид" дейді. Құранда ғибадат болып мағынада келген сөздің бәрінің мағынасы таухид мағынасын береді дейді. Яғни бір ғана Аллахқа сыйынуды үйретеді. Ондай болатын болса, адам баласының жаратылысының өзі Құдайына деген құлшылығын жасауы, серік қоспастан. Міне біз осы мақсатта, ұлы мақсатта жаратылған екенбіз. Адам осы мақсатын әрқашан естен шығармауымыз керек. Және де бұл сөз ертең адамды дозақтан құтқаратын сөз. Бұл сөз ертең адамды жәннаттың төріне кіргізетін сөз. Осы сөзбен бүкіл пайғамбарлар келді. Құранда айтқан сияқты: "Валақад баъсна фи кулли умматин расулан ан иъбудуллах ва жтанибут тағут". Біз бүкіл халыққа пайғамбарларды жібердік, бір ғана Аллахқа сыйынсын және Аллахтан бөлек сыйынатын нәрсенің заттың бәрінен бас тартсын деп кеп отыр. Бүкіл пайғамбардың, соның ішінде жаңа біздің сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям да осы сөзбенен келген. Құранда айтқан сияқты: "Фафирру илаллах инни лакум минху назир мубин". Аллахқа қарай ұмтылыңдар, мен сол Аллахтан келген ашық ескертушімін. "Вала таджалу мааллахи илахан ахар", Аллахтың қасында өзге нәрсеге сыйынып кетуші болмаңдар. "Инни лакум минху назирум мубин", мен сол Аллахтан келген ашық ескертушімін деген. Және де бұл сөз өте жеңіл болғанына қарай, оның сауабы өте үлкен көріп отырмыз. Дозақтан құтқарады, өмірдегі бақытты алып келеді, жәннатқа кіргізеді, Раббың алдында риза қылады. Тіпті пайғамбар хадисінде келеді: "Ман қала фи ахири каламихи ла илаха иллаллах дахалал жанна". Кімнің соңғы сөзі ла илаха иллаллах болатын болса, сол өміріне өтер кезде ол адам жәннатқа кіреді дейді. Ондай болса, бұл сөзге өте қатты мән беруіміз керек. Бұл Аллах алдындағы құлдардың міндеті, орындауға тиісті болған міндеті: "Айябудуху ва ла юшрику бихи шай'a", Алла ғана ғибадат жасап, оған еш нәрсені ортақ етпеу, оған осы қоспау. Бұл сөз өте жеңіл болғанмен маңызы өте жоғары. Жеңілдігі соншалықты, оны айтқан кезде адамның еріне тимейді. Ла илаха иллаллах еріне тимей айта саласын, өте жеңіл, бірақ қанша деген сауаптарды өз бойына қамтып отқанын біз көреміз. Сол үшін бұған әрбір мұсылман, әрбір адам қатты көңілге бұруға тиісті. Аллахтың бұйыратында сол, пайғамбарлар да сол үшін келді. Біздің жаратылысымыз мағынасы осыған келіп тіреліп отыр екен. Өкінішке орай, соңғы кезде мұсылманшылықты ұстанып жүргеннен кейін де осы тақырыпты білмей жүрген кісілер кездесіп қалады. Білімі толық жетпей жатқан кісілер кездесеміз. Кей кезде пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның Таифтан сонау бір қиналып қайтқан кезінде, оның осы дағуатын қабылдамаған кезде, орта жолда ол оған Құранда хабар етілген сияқты жындардан бірнеше топ келіп, оған құлақ салады, оның оққан Құранына. Сол аяттарда мынандай хабар беріледі жын сүресінде: "Қул ухия илайя аннаху истама нафар минал джинни фақалу инна сами'на Құр'анан ажаба яхди илан рушди ва лан нушрика би раббина ахада".
Жындар алғаш рет Құдайдың сөзі Құранға салған кез айтқан сөздер не болды? Ол хабар айтады, маған уақи етілді, жындардан бір топ келіп құлақ салды. Олар құлақ салғаннан кейін Құранды естіген екен. Бұл не деген ғажайып, бұл не деген керемет нәрсе, бұл туралыққа бастайды екен. Болды. Не деп айтты? Валан нушрика би раббина ахада. Бұдан кейін Аллахқа еш уақытта серік қоспаймыз деді. Жындар айтып отқан жоқ. Бұдан кейін Құдайды бар деп айтамыз деп отқан жоқ. Олар Құдайды бар деп жүр. Бұдан кейін Құдайға серік қоспаймыз деп айтып жатыр. Сол үшін шынымен де кей кезде үлкен күнә бұл серік қосу болып келеді екен. Енді осы мысалға алатын болсақ, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи заманына сәл бір тарихи көзқарас салып өтейік. Пайғамбарымыз кезінде адамдар өмір сүрді. Мына жақта яһудилер болды, өз дінін ұстанып жатқан, христиандар болды, өз дінін ұстанып жатқан христиан дін, арабтар болды, олар біз Ибрахим пайғамбардың дінімізден деп өздерін есептеп жатты. Олардың нанымы қандай болған еді? Олар Құдайды мүлдем жоқ деді ма? Жоқ, бар деді ма? Күнәсі не еді? Не үшін оларға пайғамбар келді? Не үшін пайғамбар оларды жәннатқа сүйреу сөздерін, қандай сөздерді үйретті деген болатын болса, пайғамбардың алғашқы үйреткен сөздері оларға: "Я юханнас қулу ла илаха илlallah туфлиху". Ей адамдар, ла илаха илlallah деп айтыңдар, яғни Аллахтан өзге сүйінуға лайықты ешбір тәңір жоқ деп айтыңдар, сонда құтыласыңдар, сонда бақытқа жетесіңдер, сонда табысқа ие боласыңдар деген сөзді айтып кетті. Ал енді ол кездің арабтары Құдай жоқ деген жоқ. Оған Құранның өзі дәлел. Айтады: олардан сұрасаң, аспандарды кім жаратты? Жерді кім жаратты десең, олар толық сенім айтады дейді, Алла жаратты деген айтады дейді. Онда Алла жаратты деп жатыр ғой. Олар не үшін онда дозаққа түседі? Не үшін олар пайғамбарға қарсы шықты? Өйткені ол пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам мен олардың арасындағы дау Құдайдың жаратушы ма, жаратушы емес па, Құдай бар ма, жоқ па деген тақырыпта болған жоқ. Сол Құдайды таныған, Құдайдың хақысын беріп, оған бір ғана оған сыйынып, оның қатарында сыйынған жалған тәңірлерін тастау керек болды. Міне осы тақырыпта олардың арасындағы негізгі жаңағы текетірес болып жатты. Және де біз қараймыз, кей кезде адамдар ойлап қалады екен, жоқ, ол арабтар жаңағы пайғамбар кезіндегі мушриктер онда жай ауызбен айтқан, бірақ Құдайдың бар екенін мойындаған жоқ деген сияқты. Жоқ, олар ауызбен айтқан жоқ. Олар Құдайдың бар екенін жүрекпен сенді, бар Құдайды жүректерімен сүйді, бірақ соның қатарында өзге нәрсеге сыйынды. А бұл үлкен күнә. Бұны шариғатта ширк күнәсі деп аталған. Инна ширка ла зулмун азим. Ал ширк күнәсі үлкен орынсыздық. Ең ауыр күнәнің қатарына кіреді екен. Аллах тәубе етпей өткен адамды кешірмейтін күнәнің қатарына. Сол үшін біз олардың жаңағы Құран аяттарында Аллахтың бар екеніне сенгендігіне, жаратушы екеніне сенген аяттар өте көп білеміз. Құран айтып қойған жоқ, олар сенген. Аллах Құранда айтады: "Ва юмину аксарум биллахи илля ва хум мушрикун". Олардың көпшілігі Аллахқа иман келтірмейді, бірақ иман келтіреді. Қалай иман келтіреді? Құдайға серік қосып отырып иман келтіреді. Абдулла ибн Аббас, Алла оған разы болсын, сахаба осы Құран аятын тәпсірлегенде айтады: "Ва мин иманихим", олардың иманы дейді. Кімдердің иманы? Пайғамбарымыз кезіндегі мушриктердің иманы дейді. Олардың иманы дейді: "Ва ин саалтам", олардан сұрасаң, "Ман халақас сама, ман халақал жибал, ман халақал ард", аспанды кім жаратты, жерді кім жаратты, тауды кім жаратты десең, олар айтады: "Алла". Уахум юшрикун, сөйте тұрып олар Құдайға серік қосатын еді дейді. Міне олар Құдайдың бар екенін мойындады. Сонымен құлары тек мойындап қойған жоқ, Құдайды бар деген Құдайды сүйгендіктері, Құдайдың атымен ант ішетіндіктері де бізде тарихта нақты, Құран аяттарында нақты көрсетілген болып табылады. Мысалға Алла Құранда айтады: "Оминан наси ман яттахизу мин дуни ла андада юхиббунум ка хуббилlah". Аллахтан бөлек нәрсеге сыйынып жүрген адамдар бар. Ол өздерінің сыйынған нәрселерін Құдайды сүйгендей сүйеді дейді. Олар Құдайды сүйетіндігін айтып жатыр. Олар Құдайдың бар екенін жүрекпен сенді. Олар сол Құдайды жүректерімен сүйді, бірақ Аллахтың алдында үлкен әділетсіздік жасады. Құдайдың қатарында өзге нәрсе сыйынып кетті. Бұл негізгі тақырып. Осыны енді түсіну керек. Дін осымен басталады. Дін осыған келіп тіреледі. Сондықтан бұл өте маңызды тақырыптардың бірі болып табылады екен. Ал енді Құдайға серік қосатын болатын болса, Алла Құран айтқан сияқты: "Валақад ухи илайка валақад ухи илайка ва иля лазмин қаблика ла ин ашракта ла яхбатанна амалука ва ла такунанна минал хасирин". Саған сенен бұрынғылардың бәріне уахи етілген сияқты, егер Құдайға серік қосатын болсаң, бүкіл амалың жойылады да сен зиянға ұшырайтындардың, қасіретке ұшырайтын қатарынан болып қаласың деп ескерткен екен. Балиллаха фа'буд ва кун минаш шакирин. Бір ғана Аллахқа ғибадат жасаңдар да шүкірлік етушілерден болыңдар. Ва ма qadarullah хаққа қадри. Ал Құдайды бар деп, Құдайды сүйем деп, бірақ Құдайдың қатарында тасқа, отқа, суға, Исаға, әруаққа сыйынғандар Құдайдың қадірін білмегендер деп Аллах Құранда ашық баяндайды. Сонда бұл өте бір керекті тақырып, осыған қатты көңіл бұру керек. Және барша мұсылмандар осыменен біз осы сөзбенен ла илаха иллаллах деген сөзбенен өз мұсылманшылыққа келе бастайды екенбіз. Енді
бұл негізгі тақырып. Бұған шынымен де қатты көңіл бұрып айтып жатырмыз. Келесі тақырыптарымыз. Негізі келесі тақырыптардың бәрі осы тақырыпқа қатысы бар. Оны кейін біз арасында байланысын және түсіндіріп кетеміз. Енді екінші тақырыпқа көшейік. Соңғы кезде қатты бір аты шулы тақырыптардың біреусі болып жүрген жихад тақырыбы. Жихад дегенде біреу сол сөзді біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Біреу үшін жихад деген лаңкестік, соғыс, біреу үшін жихад дегеніміз тағы да басқа ұғымдар, бірақ оның шариғаттағы шын мәнісін, оның жаңағы соны терең зерттеп, тамыры қайда барады, жапырағы қайда жаяды деген нәрселерді зерттеп жатқан адамдар шамалы болғандықтан, осы тақырыпта көптеген бір қате пікірлер туындап, ол қате пікірлердің арты қате істерге алып келіп, қате істердің арты Аллахтың дінінің адамдар арасында жайылуына үлкен кедергілер туғызып жатыр. Сол үшін біз осындай қате ұғымға түсіп кетіп, Аллахтың дінінің жайылуына кедергі жасап қалудан болып қалмайық. Шейх мысалға Фаузан өз сөзінде келтіреді. Яғни жихад сөзіне байланысты исламда бар жихад деген сөз. Ол литакуна калиматуллахи ал-улия. Аллахтың діні, Аллахтың сөзі, ол жаңағыдай үстем болу үшін, Аллахтың діні орындау үшін жасалатын нәрсе. Ол деген бір лаңкестік, қан төгу, бүлік үшін жасалатын нәрсе емес еді. Ол Шейх Фаузан өз сөзінде айтады, жихад дегеніміз не дейді? Ол хуа харбу ислахин дейді. Ол түзеу үшін керек дейді. Түзеу үшін құрылатын күресті біз жихад деп атаймыз дейді. Валайса бихарби ифсадин ау тадмирин. Жихад дегеніміз бүлік орнату, болмаса қырып жою, талқандау үшін жасалатын нәрсені жихад деп есептемейміз дейді. Сол үшін осыған қарап отырып баға берейік. Қай жерде не болып жатыр? Жихад болған жерде бейбітшілік орнап жатыр ма? Жоқ, бүлік белең алып жатыр ма? Осыған қарап отырып жихадтың мағынасын білсек болады. Сол үшін ислам діні ол мейірімділіктің үстіне құрылған дін. Міне осы сөздерге қарайтын болсақ, Шейх Фаузанның жаңағы ол дегеніміз не? Бейбітшілік түзеу үшін, жақсылықты орнату үшін жасалатын күрес екен. Ал енді қазір біз жихад деп есептеп жатқан жерде, мысалға анығырақ айтатын болатын болсақ, Шешенстанда тура осы бір бейбітшілік, болмаса діннің тарауы үшін, адамдардың еркін құлшылық жасау үшін, мешіттердің құрылысын көтеру үшін оның бір көмегі тиіп жатыр ма? Жоқ, керісінше жасыратын жоқ, кей кезде қанның төгілуі, адам баласының бір зорлыққа ұшырауы, соғылған мешіттердің қайта керісінше құлауы, дін дағуатының тоқтауы, соның салдарынан адам балаларының Аллахтың хақ діні, адамзат баласын бақытты қылу үшін келген ислам діні туралы нашар ойларға, жаман ойларға түсуіне себеп болып жатқанын біз көріп жатырмыз. Міне осы тұстарда бұған өте бір дәлдікпенен, нәзіктікпенен келу керек. Ол деген көп жерде бір жастардың арасында жиі кездесетін нәрсе. Бұны біз байқаймыз, және баса айтып кетейін. Жастар арасында кішкене мына бір батырлық деген сияқты, сонда бір өжеттілік деген нәрселерге құмарту, бір нәрсеге соқыр ілесе салу, бір эмоциональный бір фильмді көрген кезде, ой, бір жерде атылып жатыр екен, бірдеңе жарылып жатыр екен, жүзден өліп қапты, өлтіріп тастапты, қырыпты, қорқытыпты, зәре шүтті деген нәрсеге сондай беріліп, ар жағына аят хадиске де көңіл бұрмастан, соған беріліп, тесіле қарап, соның әсерімен ойламастан кетіп қалады да, шынымен де өзінің жеке басының батырлығын, болмаса жүрекке кірген рияны, яки болмаса және де басқа да бір сондай бір дөрекіліктерді қате ұғымдарға түсініп кетуіне байланысты қате жолдарға түсіп, жаңағы басқаларға зиян келтіреді. Осы жерде және бір нәрсені баса айтып кетейік. Кей кезде, міне, кейбір жастар, міне осындай қате пікір, ана жақта таудың басында жихад болып жатыр екен деп, сол жаққа кеткен кезде бір нәрсеге көңіл бұрсыншы. Мейлі, сол ойға түсті, сол нанды дыстай бастады, кейін мынандай пікірде болып қалатындар болады екен. Біз жастармен кездесіп жүрген кезде байқайтынымыз, енді мен осы ойды ұстадым, артқа шегінсем, аналар мені сатқын деп айтады. Мен оларда еркек болмай қалам. Деген уже ар жағында нәпсінің үлесіне. Шариғат Аллахтың алдында жағдайым не болады емес. Аллар менен сатып кетті-ау, отырды сатқын деп есептейтін болды-ау деген мәселеменен ары қарай сол баяғы әлі де болса исламға дейін бірна болушы еді, бір топтар бөлініп, бір жерде бригада дейді, бір жерде группа дейді, қылмыс топтар өз арасында бір серттерді, жалған сертті бекітіп алып, сол сертті бұзсаң сатқын есептейтіндей сияқты, сондай жалған нандарға кіріп алғаннан кейін сол сертті бұзғандай күйге түсіп кетіп, мен бір олардың да айыпты болып қалдым ба деп сол ойдан қайтпай жүретіндер болады. Жоқ, Аллахтың діні үлкен аманат.
Сен мұсылмансың ба, сенің артында дін тұр. Сен мұсылмансың ба, сенің артында ислам тұр. Сол үшін сенің әрбір сөзің, сенің әрбір ісің сені ертең басқа адамдарға шынымен ислам туралы дұрыс ойға, исламға деген бір мейірімге алып келуге тиісті. Сенің істеп жатқан әрбір сөзің менен, әрбір ісің адамдардың бойына түршігу, үрку, қорқу деген нәрсе алып келетін болса, сен керісінше ислам дағуатшылар емес, исламнан қашушылардың қатарында болып қалады.